32 биттік Movavi скриндегі жасалған экраннан түсірілген видеоны қалай сақтауға болатындығы жайлы көрсеткім келеді сіздерге. Мысалға мен мінекей жаңа скрин видео жасадым. Жасап болғаннан кейін ол міндетті түрде стопты басқаннан кейін осылай сіздерде терезе ашылады. Бұл терезе ашылғаннан кейін егерде ештеңе өзгертпей осылай сақтайтын болсаңыздар, сохранить какты басасыздар да, мына жерден MP4-ді таңдайсыздар, мына жерден качествосын таңдайсыздар. Высокая ма, лучшая ма, качествосына қарай мына жерде размер файла, яғни мегабайттары көбейеді, лучший болса, высокий болса, жаңа орташа, хороший болса, азаяды. Мысалы, высокойны басып, сохранитті бассам болады. Егерде редактировать етпейтін болсаңыздар, яғни монтаждамайтын болсаңыздар, ал егер монтаждайтын болсаңыздар, открыть в редакторияны басасыздар. Открыть в редакторияны басқан кезде сіздерге арнайы Camtasia'дағы редактор сияқты Movavi'дің өзінің редакторы ашылады. Мінекей, бұл жерде дауыс, мінекей мынау дауыс, мынау видео түсірілген. Бұнда қалай сақтайсыздар? Өте қарапайым. Мына жерде сохранить деген бар. Жаңағы монтаж редакторларына келетін болсақ, бұны арнайы YouTube-қа Movavi скрин монтаж редактор деп орыс блогерлерден қарап үйреніп алсаңыздар болады. Сақтайтын жаңағы бөлігіне келетін болсақ, сохранитті басасыздар. Сохраниттен кейін тура жаңағылай мына жерден таңдайсыздар керек форматта. Әрине көпшіліктің қолдануында MP4. Сондықтан MP4-ді таңдайсыздар. Сапасына әрине высокое мен лучшийның екеуінің біреуін алған жақсы. Высокойны алсаңыздар мегабайт, орташа, лучшийны алсаңыздар кішкене қосылады. Мына жерде жаңағы сақтайтын өзіңіздің папкаңызды таңдайсыз. Менде мысалы дискті видео Movavi Library деген папкада сақтайды екен. Мұнда атын жазасыз. Проект. Содан кейін стартты басасыз, болды. Ары қарай сақтау жүре бастайды.